Сәлеметсіздер ме, студенттер? Сабағымыздың тақырыбы Голошокин және кіші қазан саясаты. Алдыңғы қатарлы қазақ зиялыларының Голошокиннің кіші қазан саясатына қарсы күресі. Сабағымыздың мақсаты Голошокиннің кіші қазан саясаты туралы және де Қазақстандағы ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру мен оның зардаптары туралы білетін боламыз. Голошокин кім? Оның мамандығы тіс дәрігері. Ол 1917 жылғы қазан қарулы көтерілісіне дейін Мәскеу, Петроград, Орал жерлерінде партиялық қызметтер атқарған. 1925 жылдың 29 мамырында Сталин партияның Қазақ өлкелік комитетінің бюро мүшелеріне хат жолдаған болатын. Ол хаты бойынша алдыңғы қатарлы қазақ зиялылары жөнінде кеңестік партияда жоқ ұлт зиялыларын саяси және идеологиялық қызметтерден біржолата аластатуды ұсынған еді. Оның ойы ұлт зиялыларына қарсы шығу болды. Қазақ өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болып Голошокин тағайындалды Сталиннің бұйрығы бойынша. Сонымен Голошокиннің кіші қазан саясатының бағыты не болды? Яғни ол біріншіден өлке өнеркәсібін ұсақ және орташа деңгейде дамыту, екіншісі өлкені